Ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер. Біз қазір Жамбыл ауданы Айша Бибі ауылдық округіне келіп тұрмыз. Бұл жерде көкпардан Қазақстанның 9 дүркін чемпионы атанған Әулие Ата командасының қоражайы орналасқан. Дәл бүгінгі осы бағдарламамызда сол команданың чемпион болуының қандай құпиялары бар екен сіздерге ашамыз. Олай болса бізбен бірге болыңыздар. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі көкпар ойыны туралы айтыла қалса, алдымен ауызға ілінетіні Жамбыл облысынан шыққан Әулие Ата командасы. Себебі 1992-93 жылдары елімізде тұңғыш рет республикалық тайбұрыл тотализатор деген дөбірлі дода өткізілгенде жамбылдық көкпаршылар Әулие Ата командасы болып өнер көрсетіпті. Содан бері команданың атауы әлі өзгермеген. Әрі көкпардан Қазақстанның 9 дүркін чемпионы атанған аты дардай команда болып отыр. Енді Әулие Ата командасының жылда чемпион болуына қандай бір жаттығу, қандай бір тәсіл, болмаса бір тактика қолданасыздар? Енді елден ерекше чемпион болатындай не істейсіздер? Біз енді ол елден ерекше чемпион болатындай бір екі табақ көже ішпейміз, бір табақ көжемен ақ сол жаттығу жасаймыз. Енді бізде басты мақсатымыз, біз көп командалар мысалға жақсы нәтиже көрсетпей қалса, не атты кінәлап отыр, не шабандозды кінәлап отыр. Сөйтіп шабандоздарды ауыстырып, басқа шабандоз командаға қосып отыр. Ол шабандоз келіп, анау балдармен түсініп, жаңағыдай бірімен байланысып ойын көрсетемдегенше тағы бір чемпионат өтеді. Ол қайтадан оған жаңағыдай жала жабылады. Сен дұрыс шаппадың, сен бүйт. Бізге негізгі құрам сол бұрыннан бірін білетін 7-8 жыл болса бір құраммен өнер көрсетеміз. Өйткені ол жерде балдардың бәрі кімнің қай жағына басатынын, қай жағынан қолы күш тартып алатындығын, бәрі бір-бірін 5 саусақтай біледі. Сол себептен сол бір құраммен біз сол 5 жылдың көлемі болды, сол бір құраммен өнер көрсетеміз. Бұл бірінші тәсіл дейсіз. Енді анау жас балдар шығып жатса, мықты жаңағы Құрманбек сияқты жас бала шықты мысалға. Енді оны қайтып қоспасқа. Оның орнына жаңағы біздің бұға дейін Аюмен жаңағы Данияр деген шабандоз боламыз, жаңағы Смайылов шауып жүрді. Құрманбек жаңағыда жарқырап жұлдыз болып шыққан кезде Даниярға айттық, Даниярды аударыспаққа жібердік мысалға. Құрманбекті көкпарға қостық. Сөйтіп жастан да арасына қосып қоямыз. Оны да сынап көреміз бір чемпионатта жаңағыда. Үлкендер арасында қалай көрсетеді екен, өз-өзін жоғалтып алмай ма екен деген сияқты. Енді сіздер бір тактиканы, ептілікті жоғалтпау үшін қалай жаттығу жасайсыздар? Қанша уақыт, күніне, аптасына болмаса? Енді бізде мынау ел чемпионатының алдында кемінде 2 ай жаттығу жасаймыз. Осы балдардың бәрі. Күнде ма? 2 ай бойы? Күніге жасаймыз. Аттарды бірінші аяңдатып, жақсылап жаңағы сондай шабуға келетін еғіп етін келтіреміз. Етін қатырамыз. Ертең күні жарысқа барған кезде ат семіз болмау керек, бір қалыпты, арық болмау керек. Содан жаттығуды көбірек жасаймыз. Өзіміз жаңағы амалдардың бәрін сол жаттығу кезінде шығарасыздар. Сен мына жерден мен жауып қалдым, мен бұлай өтіп кетемін деген сияқты жаңағы. Оны енді қарсылас командаларға білдірмей антам болып қалады жаңағы, мынау қалай өтіп кетті мына жерден. Қалай болды ол деп. Соны жаңағы жаттығу кезінде бәрін дайындап аламыз. Бізде мысалы енді жаңағы шабуылшы жігіттер бар, жаңағы Бағлан, Шырынбай. Көбінесе сол Бағлан, Жұлдыз. Солармен жаңағы қорғаушылармен бір келіседі. Мысалға мен көкпарды алып келген кезде сен мына жағынан жауып қал, мен мына жағынан өтемін деген сияқты сол. Оның бәрі енді жаттығуда. Енді жаттығуды тек қана аттың үстінде жасайсыздар ма, әлде басқа да жаттығулар? Жоқ, аттың үстінде мынау Тараз арена дейтін қазір бізде керемет спорт кешені бар. Сол жерде жаңағыда бізде тренажерный залға келеміз. Бассейнге түседі балалар. Физикалық тұрғыдан да ол да керек. Жүгіреді, доп ойнайды. Ол құр аттың үстінде жаңағыда жаттықсаң, атқа да арасында демалыс береміз. Бәйге аттарына қарағанда көкпар атын күтіп баптау мүлде басқаша дейді мамандар. Бәйге аттарына жеңілдеу қылып жем шөптерін азырақ берсе, көкпар қазан аттарына керісінше жемін шөбін мейлінше көбірек беру керек. Өйткені күшті аттар ғана жақсы өнер көрсетеді. Біріншіден жылқының жақсы болуы, аттың жылқының шабуы, басы келіспей жылқы шаппайды. Қазір мынау аттың басын көріп өстіп, басында қырымет жоқ. Қабақтар өте ашулы. Сол басы келіспей жылқы онша жаңағыда тыңдай бермейді адам. Сонда тамағанасында без жоқ. Тамағанасы таза. Сол осындай аттар көнгіш, үстіндегі шабандозды қапыда қалдырмайды. Басының еті қалың болған,
қабағында ашу болмағаннан бордақыдан басқа үміт күтпейсің. Мінез-зат болмаса ол өзін деген істей алмайды. Мысалы біз қазір бір атты көрсеңіз, сіздерге құлагер деген өзімізден шыққан, ол әрі қорғаушы, әрі шабуылшы болып жұмыс істей береді. Сол атты 3 жасына келгенше ешкім үйрете алмаған. Жаңа алдынан келгенде алдымен тартып, артынан келгенде артымен теуіп, содан әбден мініп үйретіп, қазір одан жоқсат жоқ. Мінезін қойды бәрін. Қазір енді сол мінезін бәрін көкпарға көрсетіп отыр. Соққанын құлатады, көкпарасаң жеткізбейді. Соның есімін құлагер деп қойдық мысалға. Бұл атты қайдан алдыңыз? Атын не деп қойдыңыздар? Бұл атты осы аты есімі Аю. Аю. Аю деп қойған себебіміз осы Тұрқы Аю сияқты болғандықтан. Жүрісі де жуан Аюға ұқсайтын болғаннан Аю деп қойдық. Негізі алған жеріміз осы бір ауылдан арбада жүрген жерінен көріп. Арбада жүрген ат бе еді мынау? Енді қара жұмыс істеп жүрген ғой жаңағыдай. Ау керек болса. Соқада жаңағыдай. Сөйтіп көріп көзім түсіп ұнаттым сол жерден. Аттың жаңағы дене тұрқы бөлек екен. Қаптың аттың арбада жүргенін ай дедіңіз ба? Осы көкпарға лайықтады, нағыз қазақ қарабайыр ат. Сонымен сол жерден ұнатып, бір жылдай бұның жілік майын толтырып, жілігінде май жоқ етін. Содан бір жылдан аса жілігін майын толтырып, содан кейін барып үлкен додаға салдық. Қанша жыл болды енді бұған қазір? 3-ші жылғы осы біздің әулие ата командасында 3 жыл болды. Өнер көрсетіп жүр. Осы ең бірінші жарысын сол жастар арасында Қазақстан чемпионатында бірінші рет барып шапты. Сол кезде бүткіл ат сүйер қауым Аю болып танылып, содан қазір лазерден кейін осы Аю десең Қазақстанның бәрі біледі. Құрманбек деген ініміз шабады. Құрманбек Тұрғанбек жас балуан, ол да 97 жылғы. Енді бұл көкпарда ілуге арналған, тағы жекпе-жек бірінші несі тапсырмасы бұл. Жекпе-жекте жаңағы екі жағынан бірдей итеріп, қарсыласты жаңағы жолатпайды көкпарға, серкеге. Одан кейінгісі жаңағы шауып барып алып, жаңағы біздің анау ең мықты жаңағы шабуылшы аттарымыз бар. Ракета, Арманқара, Дәуқара кер деген сияқты. Соларға жаңағыдай серкені беру екінші тапсырмасы. Іліп алып береді. Іліп алып береді. Мына енді жаңағы жерге жақын, кішкентай, осы жуан. Денесіндегі күші мынау қарсылас команда енді әр командада өзінде қорғаушылар болады. Мысалы біздің командадағы шабандозға серке тисе, олардың қорғаушылар шығады. Сонда қорғаушылар жаңа бұны алаң сыртына шығаруға әрекет жасайды ғой. Сонда бұл 3-4 атты жалғыз өзі итеріп, қазандыққа қарай бет бұра береді бұл. Оңайшылықпен жаңа алаң сыртына шықпайды бұл. Өйткені біз сол жаттығу кезінде соны әбден не қылғанбыз, дайындағанбыз. Бұл жаңағы даже Аю өзі сол алаңның сыртындағы жаңағы ауыттың несінің линиясында біледі. Соған барып тұрып артқа қарай шегінген күнде. Енді бұл жануарда тіл жоқ қой. Қалғанын бәрін осы үстіндегі шабандоз екеуі. Үстіндегі шабандозбен ыммен жаңағы түсінісіп тұрады ғой. Енді ақылды жануар ғой былайша айтқан кезде. Ал мына жануардың аты құлагер. Бұл көкпардағы барлық айла тәсілді меңгерген әмбебе ат. Басында құлагерді жуасты оңай болмапты. Бүгін мініп үйретіп ертесі келсе, қайтадан ытқып тұратын болған. Ал қазір құлагерден жуас ат жоқ дейді. Бұл енді әмбебе ат. Қорғаушыда болып кете салады. Шабуылға да шығып кете салады, жекпе-жекке де шыға береді. Барлық позицияда ойнай береді. Бұның үстіндегі шабандоз да сондай, әмбебе. Құлажан Тоғайбаев деген же. Құлажан баяғы Азияда лазермен шауып еді ғой. Оны бұны құлагер деп қойған себебіміз бұның алдында Құлажанның аты болған құлагер деген. Соны бір көкпардан кейін өлтіріп алдық. Жаңағыдай ішегінде бір жер үзіліп кетті ма сол. Керемет ат еді ол да. Содан Құлажан бір жылдай атсыз болып жүрді, соны осы қорада тұратын. Құлажан өзіне де ұнап қалғанда болады. Сөйтіп жайлап өзі мініп жүріп үйретіп алды көкпарға. Қазір тақымда дейсіз. Сөйтіп атын жаңағыдай осы өзім атынан болсын құлагер деп қояпшы деп. Енді анау шабандозда атқа бір ғашықтық болады ғой. Әркім мысалы мен мысалы өзім ракетаға мысалға мінсем жаңағыдай бәрін ұмытасың, рахаттанасың. Сол жақта әркім өзі шабандоз мысалға Құлажан мына атқа қазір бейімделіп осы аттан келсін. Өтіп барасы келіп кіріп атын жағдайын көріп бір сипалып кетеді. Өйткені енді бұл командадағы енді осы сенімді несі ғой, серігі ғой енді осымен өнер көрсетеді. Екеуі. Атын шығарып атқанда ат, мысалы ердің атын ат шығарады дейді жаңағы. Құрманбекте сол Аюдың арқасында знаменитый болып кетті мысалы. Аю, Құрманбек. Екеуін бөліп айта алмайсыз. Басқа аттың мінгізсең ол ондай ойын көрсете алмайды жаңағыдай.
жүйрікті тани білу үшін де даналық керек. Көкпаршы Нұрдәулеттің әкесі Нәби Ақсақал жүйрік тұлпардың соғымға сойылайын деп тұрған жерінен байқап қалып сатып алған екен. Мал базардың есігінен шығып бара жатқан кезде осының шешесін алып шығып келе жатыр бір жігіт. Соны тоқтап алам, мынау биең жақсы бие екен, не қыласың, мал қыласың ба жоқ деп сұрайсағанда, сөйтсе көкөс кішкене еті жақсы еті сойып алдым дейді жаңа. Мынаны соймаймын, жақсы мал екен, маған бер дейді. Мен саған орнына бір семіз айғыр беремін дейді. Содан жаңағы дәу семіз айғыр берді, ана биені алып қалады. Сол биенің енді былайша айтқан кезде туғанын бәрі шапты ғой. Бір құлыны шапқан, мынау соңғы құлыны мынау. Былтыр өлді сол бие, 25-ге бөлді. Қазақстан ғана емес, Орта Азия елдеріне танымал Әулие Ата командасында лазер деген арғымақ бар. Жекпе-жекте қарсылас команданың небір мықты қазанаттарына дес бермейтін тұлпарды Әулие Аталықтардың додалардағы басты артықшылығы десе де болады. Енді білеміз, Әулие Ата командасында бәрі білетін қызығатын лазерлеріңіз бар, қайда ол көрінбейді, соны көрсек? Лазер қазір жылқыда жүр. Біз енді лазер енді қанша жыл болды, көкпар шауып, біраз тұқымын алсақ па деп жылқыға қойып жібердік. Сондай мақсатта енді келешекте сол лазердің өзі енді қанша жыл еңбек жасады, Қазақстан үшін де, Әулие Ата командасы үшін де. Енді соның тұқымдары арқылы сол несін жалғастырса деп. Енді лазердің енді ерекшелігі көп, ондай атты мен енді айтылдым ғой, бір ғасырда бір келетін жылқы ол. Басқаша ат, былайша айтқан кезде, өте ерекше ат. Ақылды ғой жануар. Тіл жоқ қалғаны үшін. Ақылдығы жағынан енді өте ақылды. Өзінің орны бар, жаңағы лазердің тұратын жері. Сол жерде тұрған кезде лазер құртылмайды. Жаңағыда жаттығу жасап тұрады. Жаңағы ішін айланып, ары бері жүріп, өзінің билейтіні бар өзінің. Екі аяғын талтайып тұрып. Билейді дейсіз ба? Екі жағына бүйтіп отжимание жасаған жақты ғой. Бүйтіп өзін суытып тұрады, теңселіп. Теңселіп тұрады. Көп жасайды сондай. Одан кейін жаңағы алаңға шығып, көкпарға шыққан кезде, жекпе-жекке шығып жатқан кезде өзі біледі, сезеді. Басын көтеріп осы, анау жаңағы қарсыласына бір қарап алады өзін. Қайсысымен қарсыласын деп па? Қайсысымен қарсыласын деген. Соны жаңағы анау төреші ысқырықты беріп келіп қалған кезде бірден барып ұрады ғой. Ананы барып көрсет деген бір соғып алады ананы. Былайша айтқан кезде жүрегін ұшырады да. Бір десін қайтарып алады дейсіз. Бір десін қайтарып алады. Ондай енді айтып отырмын ғой, ондай ат кез келген аттың қолынан келмейді. Енді қарсыластарда болатын шығар, осы лазерді бүгін құртамыз деп. Енді ол болды ғой, талай не бір пәленбай мың долларға алып осы ат бірден мысалы осы ат точно лазерді құртады деген сияқты. Енді ол лазер айтып отырмын, ол енді бір ғасырда бір келетін жылқы ғой. Лазерді көрсек, көре аламыз ба енді оны? Көресіз, көрейік. Көргенге ақша сұрамаймыз. Онда сол жаққа барып көрейік, қай жерде еді? Осы жақын жерде. Жүріңіз онда, бізге көрсетіңіз лазер. Жарайды. Енді лазер осы жерде ғой қазір, Тамаша. 3 құлын бар екен ғой мына жерде. 3 құлын бар, екеуі басқа жерден ракетаның балдары, біреу мынау Бержанды лазердің қызы жаңағы күрең биенің. Бұл биелерде енді жақсы айғырлардың тұқымы шығар бұларда? Бұлардан жақсы мынау бізде Самара деген керемет айғыр болған. Мынау екеуі сол Самараның қызы. Мынау Қасқа мен күрең жаңағы Тыртықсан деген бір керемет айғырымыз болған. Командалық жүйеде шапқан. Сол Тыртықсанның қыздары. Енді аға, қазір мына ұлттық спортымызға жақсы көңіл бөлініп жатыр ғой, әсіресе осы ат спорты. Көкпарымыз қазір Аллаға шүкір дүркіреп тұр. Енді бұл спорттың алдағы уақыт қалай болады? Қалай елестетесіздер? Қалай болса деп қалайсыздар? Енді бұл көкпар қазіргі енді бұрынғы алғашқы неге қарағанда дәрежесі өте жоғары көтерілді. Бірақ дегенмен бізге мынау көкпарды көтеру үшін бізге көкпар аренасы керек. Футбол аренасын соғып жатыр, мұз айдынын соғып жатыр мысалға. Біздің көкпар мысалға ел чемпионатын өткіземіз. Ауылдың сыртында, қаланың сыртында, бір ауылда ешкім бармайды, ашық алаң, ол жерге көрермен де келмейді. Ел чемпионаты дейді, көрерменді қарасаң қарның ашады. Әр жерде отқан бір шын жанкүйерлер көбісі білмей де қалады соны, көкпар өтіп жатқанын. Жаңағыдай бір елордамыз Астанадан керемет бір арена соғып, ел чемпионатын жаңағыдай осындай ел чемпионаты өтеді деп дүркіретіп, қазір жастардың бәрі мынау
ұлттық неге бейімделіп жатыр ғой. Ұлттық тәлім тәрбиеге. Сол себептен сондай бір арена болса, біздің көкпар бұдан да күшті деңгейге көтеріледі. Мынау қазір мынау шетелдің қарап отырсаң болмайтын спорттарын көрсетіп жатыр ғой. Керемет қылып түсіріп алып, оның жәнде біздің көкпар қандай спорт? Өзіңіз айттыңыз, шетелдіктер не деген спорт мынау деп. Атқа келедей жабыс болады деп. Видеоларын көрсеткен кезде аң-таң болды ғой. Жерден құлап, аттан құлап, үстіне тағы бір ат құлап жатады оны. Сөйтіп сол құлап өлді дейді, өлді ғой, өлген шығар десе жоқ, орнынан тұрып, үстін қағып атына мініп жатыр бар. Мынау бәрі сендерге дейді, сөз жоқ екен дейді. Көкпар десе сендер, біз айтамыз, біз атқа мінген кезде танкіге мінгендей боламыз, көзіміз тұнып кетеді. Тек қана жеңіске жету керек бізге. Одан аттан түскеннен бізде момын адам жоқ. Атқа мінсек біз арқаланып, жаңағыдай күш тиіп кетеміз, күшті болып кетеміз. Содан кейін мынау енді біздің енді ел чемпионы сөйтіп, мынау жүлде қорын көбейту керек. Мынау тұрған айыр қалпақты ағайындарымыз 3 миллион сомнан кем түкпейді бірінші орындарына. Ал 3 миллион сомның дегеніңіз біздігімен 10 миллионға жақын теңге тегеді сонда. Олардың өздерінің аренасы бар. Аққұла ат майданы деген көкпар аренасы бар. 5000 адам, бір кәдімгі Бішкектің қақ ортасында. Барып 5000 адам сияды ана жерге. 5000 адамға билет бітіп, мынау алаңды бүйтіп халық қоршап алады. Кіре алмай қалғандар. Кәдімгі алаң толып кетеді ме? 300 соммен сіз кіре алмайсыз сол жерге. Кеше ғана Наурызда өтті, 9 майда өтті. Біз енді барған кезде билет сатып алып кіреміз сол жерге. Анау адам толған кезде, халық толады, оның үстіне жаңағы тура алдыңда ойнайды. Керемет енді әсер сезімде болсын. Біздікінде анау бір 300 метр жерде ойнап жатады. Салым салса жаңағы, салым салды деп жаңағы алысты енді. Көрерменге алыс. Сол себептен біздің жаңағы көрермендерді кішкене осы көкпарға не қылмайтын шығар. Сол себептен арена соқсақ. Арена болса халықтың да көруіне ыңғайлы, қызығушылығы да артады. Қаланың ішінде болу керек. Қаланың қақ ортасында болу керек. Мынау біздің анау Данияр Дәукей деген ағамыз бар ғой. Сол медеудің ішінде ойнаса қандай керемет болады Нұрдәулет дейді да. Ол арманға да жететін жарымыз деп қояды жаңа. Бұйыртса енді ол күнде алыс емес. Енді өздеріңіз сияқты осы ұлттық спортымызды дамытып, қазіргі жастарды ақсау қылмай аттың үстінде қалай шабу керек, қалай салым салу керек, қалай көкпар алу керек деген сияқты ұлттық құндылыққа, ұлттық тәрбиеге бір баулып жүрген ағаларымыздың бір ретінде сіздерге көп алғыс білдіреміз. Енді жылда чемпион боласыздар, енді ары қарай да мықты чемпиондар тәрбиелеп, бұдан да үлкен деңгейге жетесіз деп ойлаймыз. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Ұлттық спортымыз дами берсін. Алла разы болсын аға. Жақсы рахмет келгендеріңізге.